Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Барлығы жақсы естіліп тұрса, онда плюс қойларыңызды сұрайым. Естіліп тұрма даусым? Сәлеметсіздер. Естіліп тұрған болса, онда қосылып тұр дейді. Дауыс шығып тұр. Сәлем. Сәлеметсіздер. Қалдарыңыз қалай? Дүйсенбі күні жұмысқа шығамыз деп дайындалып отыр едік. Жұмысқа шығамыз деп. Оны қайта қосыпты. Тағы бір аптаға ұзартыпты карантинді. Астана қаласында. Шымкентте карантин жариялапты. Соны қалай бастарыңыздан өткізіп жатсыздар? Қалай болып жатыр, жағдайларыңыз қалай болып жатыр? Бүгін жалпы осы психотерапия туралы, және психологиялық кеңес беру туралы, әйтпесе адамның өзімен өзінің жұмыс істеуі неге әкеліп соғады, сол туралы сөйлесеміз деген ниетіміз бар. Сұрақтарыңыз болса қоярсыздар. Кеше бірінші сабағымды өткіздім. Мен үшін өте сондай қобалжытатын дүние болды. Себебі айттым ғой, осы адамның жеке басымен, шашымен, мұрнымен жұмыс істеп қалған адам. Өзімнің мұрнымды, өзімнің құлағымды, өзімнің аяғымды жұлмалап отырдым. Адамдарды көре алмай. Бірақ беретін дүниені бергім келді. Сол кезде одан кейінгі үйге тапсырма беріліп, өздеріңізді адам жүйесі деңгейінде барсыздар ма, жоқсыздар ма деп үйге тапсырма берген болатынмын. Көптеген ақпараттарды беріп, қай тұрғыдан қарастыру керек екендігін. Сол кезде қатысқандардың жазған хатынан байқағаным, адамдардың көбісі өздерінде жоқ екен. Яғни көбісі өздерінде жоқ дегенде құлақ біреу үшін, мұрын біреу үшін, асқазан тамақ ішу үшін емес, басқа үшін деген сияқты осындай көптеген дүниелер кездесті. Олардың бәрін қорытып, бүгін енді сонымен жұмыс жасаймыз. Сондықтан бұны мен неге айтып отырмын? Осы карантинге байланысты уақыт созылып жатыр ғой бізде. 4 қабырғаға егерде біз бір апта бойы қамалып отырған болсақ, онда қазір осы 4 қабырғаға 2 апта бойы қамалып отырамыз. Бұл тұста қандай жағдайлар болады? Кеше маған бір журналист кісі өзімен сұхбаттасып жүрген бір психологтың ақпаратын жіберіпті. Ол психологтың айтуы бойынша осы карантиннің барысында былай деп кеңес беріпті. Карантиннің барысында іштеріңізді пыстыра бермей, қолдарыңыздан не келеді, соны жасаңыздар деп. Мысал үшін, тоқыма тоқыңыздар, әйтпесе үйдегі тірліктердің бәрін жасай беріңіздер, сөйтіп өздеріңіздің бойларыңызға қарамаңыздар деп айтыпты. Яғни өздеріңізге үңілмеңіздер, қорқыныш бойласа, мысал үшін деген менің бойымда қазір қорқыныш пайда болып тұрса,
Әрине сақтаймын, Камила. Қорқыныш болып тұрса, онда міндетті түрде қорқынышқа қарамай шай ішіп жіберіңіздер, әйтпесе кітапқа көңіл аударыңыздар, әйтпесе тұқымат оқып жіберіңіздер деп сөйтіп кәдімгі республикалық деңгейдегі бұқаралық ақпарат құралы арқылы жоқ, сағат тоқтамаған ғой. Ондай сіз мені тыңдасаңызшы, менің сағатымды не қыласыз? Сіз сағат көру үшін келдіңіз ба, мені тыңдауға ма? Яғни сіздің бойыңызда қандай да бір сезімдер пайда болатын болса, оған қарамай, оғаны шығармай, сіз басқа нәрсемен айналысып кетіңіз деп сөйтіп жазыпты. Информбюродан, по-моему, жазған. Содан кейін соны оқып менің көңілім түсті. Себебі бұл психология ілімінде сублимация деген дүние болады. Сублимация деген дүние, яғни мысалы үшін менің бойымда бір көңілсіз дүние болатын болса, әйтпесе менің бойымда бір қандай да бір сезімдер болатын болса, онда соны сол мысалы үшін менде бір мұң болып тұрса жүрегімде, сол мұңмен кездеспей бір затқа айналдырып жіберем. Яғни жұмыспен айналсам, әйтпесе бір нәски тоқып жіберем деген сияқты. Яғни мынау бойдағы қандай да бір қорытылмаған сезімдерді затқа айналдырып жіберу. Осыны сублимироваться дейді. Яғни адам сублимация деп аталады осы құбылыс. Енді оның қазақшасын білмеймін. Яғни человек сублимируется. Осындай бойында бір дүниемен кездескісі келмеген кезде, мысалы үшін бір затқа айналдырып жібереді. Осыны отан зорғысын естідік дейді. Осындай сублимация деген дүниемен айналысыңыз депті. Бұл сублимациямен айналысудың негізі өзінің салдары бар. Бұл жалпы сезіммен кездеспеудің салдары болады. Мысалы үшін қараңызшы, мен бүгін кешке кеше мен қорқыныш туралы сіздерден сұрақ сұрадым ғой, оны бекерден бекер сұраған жоқпын. Кәдімгідей деген өзім ғалым адам болғаннан кейін тек сіздерді зерттеп бастадым да, содан кейін көбіңіз мысалы үшін жазғансыздар неше түрлі қорқыныш дегеннің не екенін. Осы тұста менің айтқым келетінім, мысалы үшін қандай да бір осы үйде отырған кезде бойыңызда бір сезім пайда бола ма? Мысалы үшін менде қазір жалғыздық сезімі пайда болсын делік. Аламдағын телефондап, жолдасыма, мысалы үшін әйтпесе біреуге звондап жіберсем, ол жалғыздық ешқайда кетпейді. Осы жалғыздық сол бойы осы жерде тұрады. Ол сублимация болсын, одан қашпа, оны ұрма, осы жерде тұрады да, сондықтан да осы жерде тұрған дүние жинала береді. Мысалы үшін бір кесені алайық делік. Соның ішіне бір тамшы, 2 тамшы, 3 тамшы, 4 тамшы, сол жинала берген дүние бір күні шығады міндетті түрде. Бүгін таңертең, мысалы үшін мен бір адаммен жұмыс істедім. Панический атакамен келген, сол панический атакамен жұмыс істеймін дегенге келген. Сонымен келген кезде кәдімгі енді екеуміз төбелестік десем артық айтқаным емес. Екеуміз кәдімгі төбелестік. Жібермейді қыз, өзіне жібермейді. Даусымды шығарып баратырмын. В общем, бір уақыт әйтеуір жіберіп, содан кейін мен деген кәдімгі қорқыттым, анағыз айттым. Сізден маманға келіп отырсыз ба, менімен төбелесуге келіп отырсыз ба? Сонымен деген маманға келіп отырмын дегенге, ондай болса беріл маған дедім. Сөйтіп кәдімгі мен бірдемен айтсам жоқ деп осы шапылдап, осылай нетіп, соңында біз байқағанымыз осы сүрілмеген өмір жатыр екен, мысалы үшін да, вот менің өмірімде топқа айналып кеткен дейді. Кәдімгі әркім бір тебе береді дейді. Әкем тебеді, басқа тебеді, анау тебеді, мынау тебеді, өмірім топқа айналып кеткен дейді. Осы доп
осы доп күйінде қала берем ба деп, мысалы үшін панические атаки, кішкене өмірі осылай жүрегі тезірек ұрып, мен жай жүрсам сен тыңдамайды екенсің деп, мына алқымынан алып, сен мені қашан сүресің деп, яғни іштен осындай фантом болып атқылап жатыр да өмірі, мысалы үшін мойындалмаған өмірі. Осындай дүниелерге алып келеді. Бұл біздің бойымыздағы сезімдерді мойындамай, онымен бірдемені жасап жіберу, зат жасап жіберу, яғни сублимация дейді. Интернеттен де қарап оқыңыздар, сублимация дегеннің не екенін. Осындай сезімдерді басқа дүниеге айналдырып жібергеніміздің арты жақсы болмайды. Бүгін Қазақ радиосында жұма күні кеште психологиялық хабарды бірге жүргізетін журналист Мадина Махамбет әдемі жазыпты. Сезім шайтаннан деп келдім осы уақытқа дейін. Қазір ойлап қарасам, өзімді шайтаннан деген екенмін деп. Қарап отырсақ, мысалы үшін, ал өлген адам мен тірі адамның айырмашылығы сезім деңгейінде ғана. Яғни біреу сезеді, біреу сезбейді. Сол сияқты бұл жерде егер біз сезім шайтаннан дейтін болсақ, сезімді оны сублимацияға Алла, Сәуле, өзіңіз неге айтып қоясыз? Клиенттің этикасы деген бар ғой. Мен ешкімнің атын айтпаймын. Яғни сублимацияға ұшырайтын болса сезімдеріміз, тағы басқа дүниелерге ұшырайтын болса, онда ол біздің бойымызда жинала береді. Одан бөлек, жиналғаннан бөлек, ол бойымызды жаулап алды дейді ғой. Бойымызды. Сол сияқты бойымыздың бәрін осы сезімдер жаулап алады. Сондықтан міндетті түрде, яғни сезім арқылы тірі адам өзінің тірі екенін біледі. Оған қоса осы жаңағы психологтың жазғанынан басқа, сублимация процесінен басқа, адамдарда белгілі бір психикалық қорғаныстың нысандары болады, яғни формы психической защиты дейді, әйтпесе копинг реакциялар дейді, копинг стратегиялар дейді, осындай дүниелер болады. Адамдарда, мысалы үшін қараңызшы, кейбіреулері кеше сабақ өткен кезде, үйге тапсырма беріп жатқан кезде байқаған дүнием, кәдімгі тұп-тура түсінікті 3 түрлі тапсырма берілді. Берілген тапсырманы орындаудың орнына неше түрлі дүниелер жаза бастады. Мен сізге WhatsApp-қа жазсам бола ма? Мен сізге, мысалы үшін, мен деген осындай тез ашуланшақпын. Мен өйтсем бола ма? Мен бүйтсем бола ма? Яғни, кәдімгі сабақтың тақырыбы бар делікті. Мен және өзімнің өмірім. Өзімізді тауып алайық, және өзімізді тапқаннан кейін не үшін керек екен осы өзіміз деген дүние? Осыны аяғына дейін жеткізейік деген кездескен кезде өзіміз, мысалы үшін, өзімізден үлкен құбылыспен кездескен кезде, міндетті түрде біз
қорғануға тырысамыз. Осы қорғаныстың да түрлері болады. Сол сияқты мысалы үшін оның біреу активация дейді, мысалы үшін басқа дүниелермен айналысып кету. Әйтпесе қашу деген болады, яғни қашып жасағысы келмейді. Әйтпесе мысалы үшін замирание деген болады. Біреуін түсінген жоқпын. Сабақтың біреуін түсінген жоқпын. Ал қарап отырсаңыз, берген мысалы үшін тақырыбым болсын, берген дүние болсын, асып бара тұрған ештеңе жоқ. Вот асып бара тұрған, мен үшін асып бара тұрған ештеңе жоқ. Бірақ біздің қазақ, қара көз, біз үшін көп дүниелер түсініксіз екен. Мысалы үшін айтқан дүниелерім мынау төңірегінде, мысалы үшін бәрін айта алмаймын ғой енді сіздерге. Аяқтарыңызды байлап матап тастасаңыздар, бұл аяқ жүре ала ма? Әйтпесе құлағыңызды жауып қойсаңыз, құлағымды мен жауып қойсам қазір, Нұргүл ести ала ма? Яғни ең бірінші бастаған дүниемнің өзі, мысалы үшін, біздің денеміздің атқаратын рөлі, денені мойындау, дененің болуы, осы өмірде біз тек дене арқылы бар екендігіміз, біздің тіршілігіміз тек дене арқылы мүмкін екендігі, осы туралы айтылды. Яғни мынау қол туралы айтылды, мынау саусақ туралы айтылды, мынау мұрын туралы айтылды, мынау көз туралы айтылды. Бірақ осыны түсінбеді кейбірі. Бұл нені білдіреді? Бұл психикалық қорғаныстың бір түрі замирание деген болады. Соны қазақшаға аудара алмай жүрмін. Мына жерде Амангелді қосылды. Амангелді мүмкін көмектесіп жіберер. Мен түрелік деп айтып жүрмін. Мүмкін мен қате айтып жүрген шығармын. Сол сияқты осы жерде мен мұрын дегенде көзім жыпылықтап қатып қалып, яғни я замираю, я не понимаю, я не хочу понимать, мен түсінгім келмейді. Сіз маған менің жүрегім туралы айтқанда, менің кеудемнің үні туралы айтқанда, менің бауыр етім туралы айтқанда, менің асқазаным туралы айтқанда түсінгім келмейді мен сізді. Қатып қалдым осылай. Әйтпесе кеттік WhatsApp-қа, басқа сұрақтарға. Болмайды бұл туралы дене айтуға. Бұл нені білдіреді? Осындай құбылыстармен кездесу мен үшін өте ауыр болды. Неліктен? Себебі осындай өзім деген тақырып қой, мысалы үшін қараңыз, өзім деген тақырып. Өзім деген тақырып. Өзінен зытқанда кәдімгі 100 километр жылдамдықпен. Вот, осындай, осылай қаша беретін өзінен. Өзім дегенде қатып қалатын. Өзім дегенде басқа мәселемен айналысып кететін. Адамдар үшін қазіргі кездегі карантин бұл өте ауыр дүние. Өте ауыр дүние. Неліктен? Себебі менің қашатын жерім жоқ. Менің қашатын жерім жоқ. Менің қашатын айтқым келген дүние, бұл карантин шын мәнінде психологиялық тұрғыдан алатын болсақ, жалпы кризис ретінде қарайтын болсақ, тек қана
қиын жағдай болумен қатар комментарий белгілі бір материалдық тұрғыдан ғана емес, жан деңгейінде сынақтан өтеді. Жан деңгейінде сынақтан өтеді. Бұл осы тұста енді қаншалықты дұрыс екенін білмеймін. Бірақ та біздің түсінігімізде, қарапайым біздің түсінігімізде Алладан, әйтпесе басқадан келген сынақ, осыны біз выдержать етуіміз керек, осыған шыдауымыз керек деген. Менің жаным, менің тәнім еш қайда кете алмайды. Осы қиындықтарды қорыта алмайды. Осы өзімде қалып кете берем. Сондықтан да осыған байланысты осындай жан деңгейінде карантин сияқты сынақтар болған кезде маған не үшін осы берілді? Тескен кезде менің қолымнан не келеді? Менде не бар? Мен не жасай алам? Осындай сұрақтарды қою арқылы біз өзіміздің адамшылығымызды, адамдық бейнемізді сақтап сонымен бірге қандай да бір егер сіздер оқитын болсаңыздар, сіздердің қолдарыңызда мысал үшін телефон бар, басқа бар. Мен сіздерге сезімдер туралы, әйтпесе қазіргі жағдайға байланысты психологиялық феномендер туралы, осы туралы мен сіздерге ақпарат бере алам. Тағы не істей алам? Менің 2 балам бар қазір қасымда. Сол 2 баламмен бірге еркін жалғастыруға бар күшімді сала алам.
осындай қолымнан келетін дүниелерді мен жасай алам. Яғни бұл жерде мен осыған қатысты осындай сынақ болып жатырған кезде менің қолымнан келетін